Армысыздар, құрметті оқырмандарым. Ауылдастарының бетіне қараудан қалғаныма міне 6 айдан асты. Көше тұрмақ аулаға шықсам, елдің бәрі мені көрсетіп, қара бет бұзылған қаншық деп табалап тұрғандай көрінеді. Кейде өмірімді тәрк етіп, о дүниеге аттанып жүре бергім келеді. Бірақ өмірдің мұнша тәтті екенін сезініп, өзімнің тым осал екенімді бағамдап тек көз жасқа ерік бергеннен басқаға шамам жоқ. Мұнша күңіренетіндей не болды дейсіздер ғой? Онда тыңдаңыздар. Мұңымды кімге шағамын? Бірде әпкемнің бір баласы сырқаттанып қалып, аудан орталығындағы ауруханаға жатуға тура келді. Үйде өзге балалармен күйеуі қалды. Мен уақытша сол үйде жүре тұруыма тура келді. Онсыз да көбіне көп әпкем мен жездемнің үйінде жүретінмін. Шай тамақтарын қамдап, жездем мен балаларға әпкемнің жоқтығын сездірмей-ақ жүрмін. Жездемнің азын аулық сал серлігі бар, жиын тойларда жарқырап ортада жүреді. Домбыра мен гитарада ән айтады. Тәп-тәуір ішетіні тағы бар. Кейде кешкілік қолым қышып тұр, ақша ұстайтын шығармын деп көшеге шығып карта ойнайды. Сөйтіп таң ата келеді. Содан бір күні түні ауа келіп тұр. Кәдімгідей қызып алған. Ол кезде балалар ұйықтап қалған еді. Мен теледидар көріп жатыр едім. Жездем шамды сөндірген кейде мені өз жататын бөлмеге сүйрей жөнелді. Алғашында түк түсінбей, жездем төсегіне әкеліп атып, ұрғанда есімді жиғандай болдым. Бірақ кеш қалдым. 30-ға таяған қуатты жігіт қойсын ба? Ал мен бар жоғы 9-шы сыныпта оқимын. Әлімнің келген сол, жездемді оңды-солды төпелей бердім. Сен сұлусың, сымбаттысың, ең әдемі қыз сенсің. Саған әпкең де жетпейді. Қорықпа, саған еш нәрсе болмайды. Балалық аңқаулығың ба? Бұрын мұндайды көрмеген жаным осыны қалады ма? Әйтеуір жездемнің маған деген өліп өшкен құмарлығына тосқауыл бола алмадым. Жездеммен кездесіп, әпкем ауруханада шыққан соң да жалғаса берді. Өзімнің жүкті екенімді әлсін басым айналып, лоқси берген соң дәрігерге қаралғанда бірақ білдім. Дәрігер әйел: қарағым-ау, ең құрмағында мектепті де бітірмепсің, мұның не? Енді алдыруға кеш, ішіңдегі бала 4-ші айға айнала бастапты, дегенде ойбай салып жерге отыра кеттім. Қазір ауыл іші алып қашпа өсек, түтеп тұр, ұрыспаған, желкелемеген жан жоқ. Бірақ тірі жүрген соң бәріне көнеді екенсің. Әпкем мен жездем сол оқиғадан кейін көрші ауылға көшіп кетті. Жас ғұмырымды жоқ кетіппін. Тағдыр салды, бәріне көндім. Тек бір нәрсе, бірде Шалқар келді. Шалқар екеуміз жақсы доспыз. Ол менен бір сынып жоғары оқитын. Шалқар ең алғаш менің көңіліме сөзімнің ақ гүлін егіп, бала махаббатын не екенін сездірген аяулы жан. Елдің айтып жүрген рас па, деді ол. Менде үн жоқ. Егер рас болса, оның да жездемді айтып отыр. Қарындастары бар ғой. Саған істегенді мен де соларға істеймін. Мұны жай қалдыра алмаймын деп жылап жерді де теріс бұрылып жүре берді. Сонда ғана мен енді ғана бір жарған бала махаббатымды мәңгі жоғалтқанымды білдім. Сонда ғана мен жездемнің арам нәпсісінің өзімнің жауқазындай жас ғұмырымды жоқ еткенімді сезіндім. Енді өмірге балауса жас қалпымда емес, 15 жасар ана ретінде қарайтынымды ұғындым. Ағыл-тегіл жыладым, бірақ бәрі кеш еді. Кейде ауыл ішіндегі алып қашпа өсектен кейбір құрбыларымның аңқал басқан қылықтарын естіп қаламын. Сондықтан өзімнің өкінішке толы аз ғана ғұмырымды болған осы жайтты сіздерге жазып жолдап отырмын. Бір сәттік ләззаттың құлы болып, жас өмірлеріңді өксікпестен өткізбеңдер дегім келеді. Міне, құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.